Ұлттық статистика бюросы халықтың табысы артты дейді. Ресми мәліметке сенсек, биыл бір адамның орташа айлық табысы 252 мың теңгеден асқан. Бірақ жұрт мұны неге сезбей отыр? Айлық көбейгенімен дүкендегі баға да жарыса өскен жоқ па? Жалақы артса да әмияндағы ақша неге көбеймейді? Көршінің қызы арнайы зерттеп көрді, жайғасып отырыңыз, тарқатып берем. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, халықтың орташа табысы расында өскен. Бірақ инфляцияны ескерсек, сіз бен біздің айлығымыз небәрі 0,1% ғана артыпты. Бұл нені білдіреді? Қарапайым мысал келтірейік. Былтыр 2025 жылы сіз 200 мың теңге ақша алып жүрдіңіз. Биылғы табысыңыз 220 мың теңгеге жетуі мүмкін. Бірақ ол сізге байқалмайды. Себебі айлықпен қоса азық-түлік те, коммуналдық төлем де қымбаттап үлгерген. Яғни қағаз жүзінде табыс көбейгенімен қалтадағы ақшаның күші айтарлықтай өзгермепті. Ал айлық өсті, бірақ неге ақша жетпей жатыр? Бұл әрбір адамның көкейіндегі маңызды сауал. Бұған басты себеп инфляция болып тұр. Қалтаңызды қағып, ақшаңызды алып, сізді сары уайымға салатын елдегі жылдық инфляция 10,3% құрайды. Бұл дегеніміз азық-түлік, өмір сүруге қажетті халық тұтынатын тауарлардың қымбаттағанын білдіреді екен. Ал енді дүкен сөрелеріне шолу жасап қайтайық. Соңғы айларда халық тұтынатын ең қатты қымбаттаған өнімдердің қатарында сәбіз, картоп, пияз, қой еті мен сиыр еті бар. Жыл басынан бері сәбіз 60%-ға, картоп 46%, пияз 43%-ға қымбаттаған. Бір жыл ішінде қой еті 29%-ға, сиыр еті 18%-ға, ал шоколад 24%, кофе 23%-ға өскен. Тек азық-түлік емес, дәрі-дәрмек те қымбаттап үлгеріпті. Аспирин, парацетамол, белсендірілген көмір, ношпа сияқты жиі қолданатын дәрілердің бағасы шарықтап тұр. Бәрінің бағасы қымбаттаған, оның ішінде шаштараз, маникюр, стоматолог қызметі мен пойыз билеті де бар. Бірақ биыл қазақстандықтар автокөліктердің бағасы біршама арзандағанын, яғни түскенін байқаған. Ал сарапшылар халықтың тұрмысын жалақының қанша пайызға өскені емес, сол ақшаға қанша зат сатып алуға болатынын көрсетеді дейді. Сондықтан ресми есепте табыс өсіп жатқанымен, егер бағада қатар көтерілсе, тұрғындар оны күнделікті өмірде сезіне бермейді. Яғни айлық өсті деп құлақшынды көкке лақтырудың қажеті жоқ. Керісінше, дүкен сөресіндегі тауардың қымбаттауын күтіңіз, құрметті көрермен.